Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді, тойымды, әрі жаз айларында өте сұранысқа ие, салқындатып пішілетін жүгері мен бидай қосылған көженің жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Видеомды міндетті түрде соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ол мен үшін өте маңызды. Ендеше осындай дәмді, тойымды рецептімізді бірге бастайық. Ең алдымен жүгеріміз бен бидайымызды алдын ала жуып тазартып алатын боламыз. Содан соң осылай қазанымызға салып, мен екеуін бірге қосып пісіріп алатын боламын. Осындай кесенің көлемімен мен 8 кеседе су қосатын боламын. Рецептінің толық құрамын төменгі описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сонда өтіп қарап жасасаңыздар болады. Суымыздың барлығын құйып алғаннан соң 2 ас қасық тұзымызды салып, қазанымызды жауып, орташа отта дәнді дақылдарымыз пісіп шыққанша пісіріп алатын боламыз. Содан соң барлығы көріп тұрғандарыңыздай осындай өзіме ыңғайлы ыдысыма салып құйып алатын боламын. Егер тұзы аздау болса, тұзын салып, суы аздау болса, қайнаған су құйып жіберсеңіздер де болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай мен Активияның осындай 5 сахара түрін пайдаланатын боламын. Сіздер өз қалаларыңызша айран немесе тандем қоссаңыздар да болады. Достар, менің арнамда көптеген жеңіл, үй жағдайында өте тез дайын болатын пирогтар, тіске басарлар, салаттардың рецептілері бар. Арнамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Көріп тұрғандарыңыздай, рецептіміз өте қолжетімді, әрі жасалу жолы да өте тез. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дайын болған көжемізді міндетті түрде салқын күйде ішіңіздер. Достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Ариана. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, арнамды жаңа көрермен болсаңыз тіркеліп, жанында тұрған қоңырау белгісін баса кетуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.